Сәлем достар, бар болғаны 10 пияз, картоп және де еттен өте дәмді шығатын гуляш дайындаймыз. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Достар, видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп өтіңіз. Ең алдымен картоптарымызды жақсылап жуып, осылай бөліктерге бөліп, үстіне мұздай суымызды құйып, отқа қоямыз. Яғни картоптарымызды пісіріп алуымыз керек. Біз гарнирға картоп жасайтын боламыз. Гарнирға өздеріңіз қалауларынша күріш, гречка, макарон жасасаңыздар болады. Картопымыз дайын болғанша біз етімізді қуырып аламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, ең алдымен етімізді салып 5 минуттай қуырамыз. Оның үстіне пиязымызды салып, пиязымыз сарайғанша қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Одан соң суымызды құйып, етіміз жұмсарғанша пісіреміз. Картоптарымыз пісіп шықса, картоптың суын жартысын төгеміз, кішкене ғана бөлігін алып қаламыз. Барлығын төгіп қоймаңыздар, міне кішкене төменде суы қалды. Осының үстіне 2 ас қасық сары майымызды және де сүтімізді қосып, кішкене дәміне қарай тұзын қосып, жақсылап езгілеп аламыз. Енді таза табамызға 3-4 ас қасық ұнымызды салып, ұнымыз қоңыр түске айналғанша осылай қуырып аламыз. Әрдайым осылай араластырып тұрыңыздар, және де асты орташа отта болуы керек. Біздің ұнымыз бірден күйіп кетеді. Егер күйіп кетсе, күйген дәм шығып, тамағымыз дәмді болмай қалады. Соған назар аударыңыздар. Мінекей осылай қоңыр түске айналғанда біздің ұнымыз қуырылды деген сөз. Енді етіміз жұмсарғаннан кейін, яғни 1 сағат өткеннен кейін, біз дәл осы қуырылған ұнымызды етіміздің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Осы орайда құрғақ болып кетуі мүмкін. Қайнаған ыстық суымызды кішкене құйып жіберіп, бір массаға жеткенше араластырамыз. Мінекей осыны бір массаға жетеді, бетін жауып 5 минут қана бұқтырамыз. Мінекей біздің пюремізде дайын болып шықты. Ыдысымызға әдемілеп салып шығамыз. Және де етімізді, яғни гуляшымызды саламыз. Өте дәмді болып шығады. Арасында осындай тағам жасап беріңіздер отбасыларыңызға. Өте оңай жасалады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.